Жаяу жүрген денсаулыққа аса пайдалы, әсіресе жүрек бұлшықеттерінің қалыпты жұмыс жасауына жағдай жасайды. Адам күніне кем дегенде 3 шақырым жаяу жүру керек. Күнделікті күйбең тіршілікпен қанша шақырым жол жүріп, қанша қимыл қозғалыс жасағанымызды қаперге ала бермейміз. Десе де технология дамыған заманда қимыл қозғалысымыз азайып бара жатқанын мойындауға тиіспіз. Кеңседе қызмет істейтіндер 3 шақырым жол жүрмек түгілі бір-бірімен көп сөйлесе де бермейді. Мұның денсаулыққа тигізер зияны көп. Ендеше аурудың алдын алуға кіріскен дұрыс. Егер көлігіңіз болса, аптасында бірнеше күн жұмысқа қоғамдық көлікпен немесе жаяу барыңыз. Жаяу жүру салмағыңызды бір қалыпты ұстауға да көмектеседі. Ол үшін жұмысыңызға барар жолда және қайтар жолда бір аялдама бұрын түсіп қалып, жаяу жүріңіз. Көп қабатты үйде тұрсаңыз, лифт көмегіне көп жүгінбеген жөн. Себебі баспалдақпен түсіп көтерілудің өзі жаттығу. Жұмыста да орындықта ұзақ отыра бермей, жиі қимылдаңыз. Тым құрғанда күніне 15-20 минутыңызды серуендеуге арнаңыз. Себебі жаяу жүру есе сақтау қабілетіңізді жақсартып, қан айналымды реттейді. Күніне 1 шақырым жаяу жүру, 10 минут жүзуге, 16 минут аэробикамен айналысуға, 12 минут футбол ойнауға жұмсаған қуатпен тең. Спорттың кейбір түрі адам денсаулығына кері әсерін тигізуі мүмкін. Алайда жаяу жүрудің ешқандай да зияны жоқ. Қимыл қозғалыс қашанда маңызды. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Видео ұнаса лайк басып арнаға жазылып кетіңіз. Бұл каналда сіз көптеген пайдалы ақпараттарды біле аласыз.